Алғашқы рет 13 жасымда ғашықтық сезімін сезіндім. Оның аты Илья, ал мен Аямын. Бірінші көргеннен-ақ ұнатып қалдым. Біздің есімдеріміз де үйлеседі. Оған қоса бір сыныпта оқимыз. Екеуміздің де шашымыз қара, екеуміз де тауық және саңырауға қосылған пицца жақсы көреміз. Әрдайым бір партада отырып, бір-біріміздің үйімізге жиі баратынбыз. Біз бір-бірімізді өмір бақи білетіндей сөйлесетінбіз. Ол мен үшін шынымен де ең жақын адам болды. Мен де оған өте жақын едім. Бір күні ол мені үйіне шығарып салып, кездесіп бастаса қалай қарайсың деп сұрады. Менің бақыттан басым айналып келістім, бірақ сол жазда жазғы демалыста әжеме баратын едім. Ол мені күтетінін айтты. Біз қайтадан мектепке барып, қайтадан бір партаға отырамыз. Бәрі бұдан да жақсы болады деді. Сол кезде бізде алғашқы сүйісу болды. Мен оны мәңгілікке есімде сақтап алдым. Мен үйге керемет көңіл-күймен келдім. Жазғы демалыс өте күшті басталды. 3 айдан кейін біз Илья екеуміз ендігі партаның алдында қолымызды ұстасып отыратын боламыз. Әжеме келгеннен кейін біз күнде бір-бірімізге хабарласып, хат жазысып тұратынбыз. Ол маған өзінің, ал мен өзінің суреттерін жіберетін. Мен оны өте қатты сағынатынмын. Тезірек қалаға оралғым келді. 1-2 айдан кейін ол маған сирек хат жазып хабарласып тұруды мүлде қойды. Мен алдын ала шу шығармайын деп демалыстың аяқталуын күттім. Ал үйге келгенде Илья маған хабарласқан да жоқ. Мен оған тосын сый жасайын деп кешке үйіне бардым. Ол тіпті шошып кетті. Мен оны құшақтап бетінен сүйе бастадым. Бірақ ол мені өзінен алыстатып, біз асығып жатырмыз деді. Мүмкін бір-бірімізге уақыт берерміз, солай жақсырақ болатын сияқты. Оған қоса қайда асығамыз, уақытымыз әлі көп қой деді. Бұл сөздер мен тесіп өткендей болды. Мен ақымақ қыз секілді 3 ай күттім. Менің көңілім қалды. Мен ойлануым керек дедім де кетіп қалдым. Кешке бөлмеме жатып алып, өз көз жасыма өзім тұншыққанша жылай бастадым. Менің жылап жатқанымда анам естіп бөлмеме кірді. Мен жиналып қалғанның бәрін жайдым. Тыңдашы, егер ол саған шынымен қатты ұнаса, мүмкін күте тұрарсың. Сен 3 ай күттің, тағы да 3 айға созылады деп ойламаймын. Оғанға дейін жай қасында бол, деді анам. Мен көз жасымды сүртіп келістім. Алайда 3 айдан артық күттім. Міне мен оған 3 жылға шықтым. Келесі күні мектепке дым болмағандай келіп қасына отырдым да амандасып, оны көргеніме қуанышты екенімді айтып бетінен сүйдім. Илья қуанып, менің ең жақын адамымсың және сені жоғалтқым келмейді деді. Мен де бұған қуанышты едім, бірақ мен күткен сайын қарым-қатынасымыз бұрынғыдай болып келе жатты. Тағы 1-2 айдан кейін ол менен қашқалақтай бастағанын байқадым. Біз бірге сөйлемейтін болдық, пиццада жемейміз, сырларымызбен де бөліспейміз. Ал сосын ол ештеңе айтпастан мүлдем басқа партаға ауысып алды. Кейін не болды дейсіңдер ме? Оның туған күні жақындап келе жатты. Мен оның күшті бір наушник қалайтынын білетінмін. Оларды алып әдемі қылып орап оның үйіне бардым. Киім таңдаймын деп кішкене кешігіп қалдым. Менің ойымша жеткілікті уақыт өтті және алдыңғы жазды есіне түсіргім келді. Әрі қарай қайда созады енді? Оның өмірімнен бірте-бірте жоғалып жатқаны қорқыныш тудыратын. Мен үйге кірдім. Илья мені жарқыраған күлкісімен қарсы алды. Ол менің келгеніме қуанышты еді. Мен оны құшақтап алғым келді, бірақ ол мені кішкене құшақтап иығымнан жай ұрып, міне ең жақын адам да келді деді. Оны естігеніме қуаныштымын, бірақ бұл сенімді айтылған жоқ. Мен оның бетінен сүйіп сыйлығын бердім. Біз бірден би алаңына шығып билей бастадық. Илья мені құшақтады. Шынымды айтсам, демім таусылып қала жаздады. Оның мені осылай құшақтай бергенін қаладым. Сол кезде бұрыннан айтқым келген уақыт өтті. Біз бәрін басынан жасасақ, енді түсіндің ғой, білесің ғой, мен сені сүйемін дедім, терең дем алып. Мен оның көздеріне қарап, өзімді ыңғайсыз сезіндім. Оның көздері бәрін айтып тұрды. Мен қайталап сұрай бастадым, бірақ ол мені досы ретінде жақсы көретінін айтты. Жоқ, бұл мені аяғымнан тайдырды. Мен осы 5 жыл бойы френд-зонада болдым. Әрдайым қасында болдым, онымен тұрмыс құруды армандадым. Бірақ осының бәрі шындыққа айналуға 1 қадам қалғанда мен кетіп қалдым. Мен оның көздеріне қарап тұрып, жүрегімнің сынып жатқанын сездім. Менің үстімнен бірдеңе жүріп, жаным жыртылып жатқандай, денемді ашқан ауырлық жеп барады. Не болды? Сен жылап жатырсың ба, деді ол. Иә, мен жылап жатырмын. Басқа не істей аламын енді? Осы 5 жыл бойы мен сол сенің маған қыз ретінде қарайтын сәтіңді күттім. Жай дос емес. Алдыңғы жылы не болды? Сен маған өзің ұсыныс жасадың емес пе деп айғайладым.
Ол дым дей алмай қалды. Бөлме тынышталып, біз бәрінің назарында болдық. Ыңғайсыз үнсіздік. Мен жасым сүртпестен оны итеріп кетіп қалдым. Мұндай жаман сезім өмірімде болған емес. Мен ғашығымды ғана емес, досымды да жоғалтып алдым. Келесі күні мектепке өте жаман күйде келдім. Онымен мүлде сөйлескім келген жоқ. Илья жақынырақ келіп сөйлескісі келді, бірақ менің кешкенім тым ауыр тиді. Сондықтан өзіме жақындатқан жоқпын. Жақында жазғы демалыс басталып, қайтадан әжеме кетіп қалдым. Ол жерде бәрін ұмытып, жаңа өмір бастаймын деп шештім. Бұл маған өз-өзіме келуге жақсы көмектесті. Тіпті жаңа жігіттермен де танысып үлгердім, және алғашқы романтикалық қарым-қатынас басталды. Олар кішкене уақыт созылса да маған ұнады. Алда Ильямен бірге соңғы оқитын жыл қалды. Мен өз-өзіме келіп, барлық эмоцияларымды ұстай алдым. Күздің алғашқы күндерінде оны көрдім. Қандай сымбатты еді, ол одан әрі әдем болып кетіпті. Денесін ретке келтіріп, шаш үлгісін өзгертіп, биік болып кеткен. Мен терең демалып оған сәлем дегенде әрі қарай өтіп кеттім. Сол кезде Илья жүгіріп келіп, сабақтан кейін пицца жеуге шақырды. Мен жоқ дедім, бірақ ол бұл өте маңызды деп қоймай қойды. Кенет менің ойыма ол қайтадан кездесуге ұсыныс жасайды деген ой келді. Бірақ екінші рет мұндай ауырлықты төзе алмаймын. Мен қайтадан оның көздеріне қарап шыдай алмай келістім. Кешке пиццерияда кездестік. Илья мен қолымнан ұстады. Менің денем тітіркеніп кетті. Маған қандай сезімдерің бар екенін білемін, және алдыңғы болғанды түсіндіргім келді. Мен де сені қатты жақсы көремін, бірақ дос ретінде деп бастады. Мен көзімді ағартып, мұны қайталамауын өтіндім. Жоқ, тоқта, сен менің ең жақын адамымсың және білуің керексің. Мен геймін деді. Не? Гей деп мұндайды күтпегеннен айғайлап жібердім. Сонда мен осы жылдар бойы оның бағдарын білмей достасып жүрдім ба? Не үшін оған сонда ғашық болып жүрдім? Және неге ол мұны жасырып жүрді? Илья мені сүйгенде бір жыныстыларға құмары бар екенін байқаған, бірақ мұнымен әкесінің қаталдығынан күресуге тырысыпты. Ол ең жақын қызбен, яғни менімен кездесіп көргісі келген. Бірақ дым шықпады. Сол кезде бұл қолымнан келмейтінін түсіндім. Ал сосын Сашаның қасына отырғанда, енді қазіргі махаббатым кім екенін түсінген шығарсың, деді ол. Қысқаша менің аузым ашылып қалды. Менің бір жағынан күлкім келді, бір жағынан мұңды болды. Мен өмірімнің 5 жылын мүмкін емес бос нәрсеге кетірдім. Френдзона деген қиын, достар, және осындай жағдайда қалсаңыздар, соза бермей тезірек бәрін анықтап алыңдар. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий